Бүгін өте дәмді тартылған етті сорпалы бұрыш дайындаймыз. 150 грамм күрішке қайнаған су құямыз, немесе шала пісіріп аламыз. Тартылған етке 1 үлкен пияз, 1 ас қасық тұз, жарты чай қасық бұрыш және бұққан күрішімізді салып, жақсылап араластырамыз. Басы тегістеліп кесілген 10 тәтті бұрышымызға етті салып шығамыз. Бізде тартылған ет майлы болғандықтан өте аз май құямыз. Үстіне пияз және сәбіз саламыз. 5 минуттай қуырып, пияз жылдай бастағанда 1 үлкен қызанақ салып қуырамыз. Пияз бен қызанақ әбден жұмсарған соң су құямыз. Дәміне қарай тұз салып, бұрыштарымызды тігінен салып шығамыз. Сорпаға өң беру үшін 1 чай қасық тәтті паприка саламыз. Осылай орташа отта 20 минут пісіреміз. 20 минуттан соң картофын саламыз. Және ұсақтап туралған сарымсақ салып, тағы да 5-10 минут картоп піскенше қайнатамыз. Осымен тамағымыз дайын. Сіздермен болған марияш.